7 саналы қарар бұл президенттің шығарған қарары. Біздердің мына халқымыз ахалының несін қожалығын тіптен жақсартуда. Мысалы үшін үйде отырып тауық, ешкі, не бағуымыз керек болады. Сол кезде банкке müracaat етсеңіз, бизнеске бірінші қадам деген 5 миллион сомға дейін беріледі, бір жыл мүддетке. 25%-дан. Ол еш қиын емес, не? Оны төлеуді, мысалы үшін тауық бағасын, басқа да жұмыстарды істейсің. Одан кейін бизнеске көмек дегеніміз бар. Олар үйде отырып сондай жұмыс істейсің. Жаңағы тауық, сиыр, қой, ешкі, ол 17 миллионға дейін береді. Бірақ 2 кепілмен 4 жыл мүддетке береді. 6 ай имтиязы бар. Ол 50 миллиондық, ол мақала лайқасы, ол уже өзің лидер болуың керек. Жақсылап жұмыс алып баруың керек та. Сол президенттің ең үлкен біздерге халыққа берген үлкен имканияты. Соны әйтеуір пайдаланың, алғаннан кейін уақытында төлеу керек. Өзі таминатымен, қайтарушандығымен бәрін жақсылап төлеу керек.